Мен өзімдегі керемет жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Мен өзгергім келеді челленджіне қатысқанмын. Сол кездерде менде қатты тұмау болып ауырып қалдым. Басым ауырып, мұрным ағып, сондай кезде күйеуім осы Ахметбек ағайдың аламан курсына сабағын 35-ші ағымда оқып жатқан болатын. Сол кісі менің кемелденген тұлғам марафонына қатыстыруға мүмкіндік берді, қатыстыруға келісімін берді қатысуыма. Сол ауырып жүрсем де өз уақытында сабақтарды қарадым және көп кісілердің осы Ахметбек ағайдың медитациялары арқылы түрлі аурулардан жазылып жатқандығын естідім. Мен әр жыл сайын тұмаудан кейін жыл сайын гайморит болып ауырып қалатынмын. 1-2 рет, өткен жылы 2 рет ауырдым. Осы 3-ші жылы тағы да осы тұмаудан кейін қанша аурудан жазылуға тырыссам да, артынша гайморитке айналып кетті. Мұрным ағып, мұрным бітеліп, басым қатты солқылдап ауырды. Бірақ та мен сол медитациялардың көмегімен кванттық әлемге өзімді барған сияқты сезіндім. Тәнімнен, уақыттан және кеңістіктен шығып, өзімді бүкіл денемнен гайморит кетті деп, жазылды деп, мұрным бітеліп тұрған жоқ деп, керемет демалып, сол жақта өзімнің әлемімде керемет демалған сияқты сезіндім, мұрныммен тыныс алған сияқты болып. Және нәтижесінде бірнеше күннен кейін бірінші Алланың қалауымен, екінші осы Ахметбек ағайдың сабақтарының және медитацияларының себепші болып, соның арқасында гаймориттен жазылды. Негізі әр жыл сайын мен гайморитте бірнеше рет антибиотик алатынмын. Антибиотик негізі зиян ғой. Мен осы жылы ойладым, әр жылы өстіп гайморит болып ауырып, антибиотик ала беремін бе деп ойладым да. Медитацияның көмегімен қатты жазылғым келді. Ешқандай дәрісіз жазылғым келді. Нәтижесінде Алланың қалауымен қазір мүлдем гайморит болып ауырып жүргенім жоқ. Сабақтарды қарап жатырмын. Менің кемелденген тұлғам марафонның қатысушысымын. Және осы тұста мен Ахметбек ағайға, бірінші Аллаға, одан кейін күйеуіме, одан кейін Ахметбек ағайға және оның ұжымына алғысымды білдіремін. Марафонға барлығына рахмет.